Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Тақырыбы халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Асан Маратұлы Нарымбаев. Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары. Ендеше Асан Маратұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн баршаңызға. Өңір тұрғындарының әл-ауқатын арттыру және жұмыссыздықты азайту бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі болып табылмақ. Бұл ретте облыста Қазақстан Республикасының еңбек нарығын дамытудың 24-29 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру өзекті өз әсерін тигізуде. Бағдарламаның негізгі мақсаты халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және азаматтарды кәсіпкерлікке тарту болып табылады. Аталған тұжырымдамада кәсіби білім беру, кәсіпкерлікті дамыту, бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқыту, субсидияларды жұмыс орындарымен қамту жұмыстары жүргізіліп келеді. Бүгінгі таңда ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес 2025 жылдың екінші тоқсандағы экономикалық тұрғыдан белсенді халық саны 356 мыңнан астам азаматтар болса, соның ішіндегі жалдамалы қызметкерлер саны 250 мыңнан астам адамды құрайды. Өзін қамтып отырған адамдар саны 89 мыңнан астам адамды болса, жұмыссыздар саны 16 мыңнан астам адамды құрап отыр. Жалпы облыс бойынша жұмыссыздық деңгейі 4-7% құрайды. Жаңағыдай жастар арасында жұмыссыздық деңгейі 3-6% құрап отыр. Әйелдер арасында жұмыссыздық деңгейі 5-4% құрап отыр. Ағымдағы жылы өңірімізде 113 жоба жүзеге асыру арқылы 24 мыңнан астам адам жұмысқа орналасып отыр. Бұл жерде атап кетсек, жаңағыдай 18.498 адам тұрақты жұмысқа орналасса, әртүрлі бағдарламалар аясында 6 мыңнан астам уақытша жұмысқа орналасып отыр. Оның ішінде атап тоқталатын болсақ, өңірлік карта аясында 108 жобаны мердігерлік мекемелермен іске асыру арқылы 811 адамды жұмысқа орналастыру жоспарланып, бүгінгі таңда 884 адам тұрақты жұмысқа орналасып отыр. Орындалу пайызы қойылған индикаторға 109% құрап отыр. Халықты әрбір 10 мың адамына 100 жаңа жұмыс орнын құру индикаторы бойынша 7 мың жарымнан астам жұмыс орнын құрып отыр. Бұл жаңағыдай шағын кәсіпкерліктерде, шаруа қожалықтарында, жеке жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінде құрылған жұмыс орындары. Жұмыспен қамтудың белсенді шараларына 21 мыңнан астам адам жолданып отыр. Жаңағы есепті кезеңге енді жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тоқталатын болсақ, жаңағыдай атап айтқанда бұл жаңағыдай өзінің кезеңіне бөлінеді. Атап айтқанда кәсіпкерлік оқыту барлығы жаңағыдай 2695 адамға жолданып отыр. Оның ішінде 372 адам жұмыс берушілердің сұранысы бойынша қысқа мерзімді курстарына жолданып отыр. Сонымен қатар 2323 адам Skills еңбек платформасы арқылы жаңағыдай әртүрлі онлайн курстар арқылы жаңағыдай сәтті өздерінің жаңа курстарын аяқтап сертификаттарын алып отыр. Кәсіпкерлік бастамаларға жәрдемдесу бағыты бойынша 3436 адам тартылып отыр. Оның ішінде тоқталатын болсақ, 402 адам жаңа бизнес идеяларын іске асыруға арқылы мемлекеттік тарапынан бөлінетін грант иелері атанып отыр. 3034 адам бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерінен оқудан өтіп, өз істерін ары қарай жалғастыруда. Сонымен қатар субсидияланатын жұмыс орындарына 5290 адам жолданып отыр. Оның ішінде атап айтатын болсақ, ақылы қоғамдық жұмыстарға 2500 адам, жоспардан 128% құрап отыр бекітілген. Әлеуметтік жұмыс орындарына 621 адам, немесе жоспардан 96% құрап отыр. Күміс жас жобасына 388 адам, немесе 100% құрап отыр. Жастар тәжірибесіне 1484 адам, немесе 71% құрап отыр жоспардан. Алғашқы жұмыс орын жобасына 245 адам, немесе 101% құрап отыр. Ұрпақтар келісімшарт жобасына 15 адам, немесе 83% құрап отыр. Сонымен қатар жұмыс берушілер мәлімдеген бос жұмыс орындарына 10 мыңнан астам тұрақты жұмысқа адамдар жолданып жаңағыдай жұмысқа қабылданып отыр. Енді барлық жаңағыдай бұл жерде атап кететін мәселе, барлық жаңағыдай осы аталған жұмыстар еңбек KZ платформасы арқылы жүзеге асырылады. Бұл жаңағыдай электронды еңбек биржасы деп атаймыз. Еңбек биржасы жаңағыдай мемлекеттік ақпараттық порталы, жаңа еңбек нарығының бірыңғай ақпараттық порталы болып табылады.
жаңағыдай барлық республика бойынша бос жұмыс орындары және ізденушілер туралы жаңағыдай әртүрлі деректерден бұл жерде ақпарат жаңартылып отырады. Жаңағыдай ай сайын электрондық еңбек биржасы арқылы жұмыс іздеп жүрген адамдар өздерінің жаңағыдай іздеген жаңағыдай өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу және жұмыссыздар қатарына тіркелу мемлекеттік қызметті проактивті түрде үйден жаңағыдай өздерін ала алады. Бұл ретте тоқталатын болсақ, жұмыссыздар тіркеу қызметі толық автоматтандырылған болып табылады. Жүйе жұмыс ізденушіге лайықты жұмыс таңдауға мүмкіндік беріп, оны жұмыс ізденушіге жаңағыдай автоматты түрде жолдап отырады. Жұмыссыз ретінде тіркелгеннен кейін азаматтар электрондық еңбек биржасы арқылы онлайн режимде жұмыссыз қалған жағдайда төленетін төлем алу үшін өтінім бере алады және мемлекеттен субсидияланатын уақытша жұмыс орындарына, атап айтқанда жаңағыдай жастар практикасы, қоғамдық жұмыс орындары, әлеуметтік жұмыс орындарына және де бос жұмыс орындарына өздігінен қарап жаңағыдай жұмыс берушіге бірден түйіндемесі арқылы жаңағыдай жолдай алады. Сондай мүмкіндіктер қарастырылған аталған жаңағыдай платформада. Жұмыс берушілер бос жұмыс орындары туралы мәліметті сонымен қатар мемлекеттік субсидияланатын уақытша жұмыс орындарына жеке кабинет арқылы өтінім беріп, еңбек мобильді орталығы арқылы жаңағыдай келісімшарт жасақтай алады. Бүгінгі күнге электронды еңбек биржасы арқылы Батыс Қазақстан облысы бойынша 3 мыңнан астам бос жұмыс орындары жарияланып отыр және 12 мыңнан астам жаңағыдай түйіндемелер жарияланып жаңағыдай жұмыс ізденуші ретінде жаңағыдай қабылданып отыр. Енді жаңағыдай әрбір жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тоқтала кететін болсақ, жаңағыдай бірінші бұл жаңағы жастар тәжірибесі. Бұл жерде еңбек ақы көлемі 30 айлық есептік көрсеткіштен аспайды, мерзімі 12 айға дейін. Бұл меңгерген кәсібі бойынша техникалық және кәсіптік жоғары оқу орнын бітірген түлектер қатарындағы алдыңғы 5 жыл ішінде оқуын аяқтаған және 35 жастан аспаған адамдар бұл жаңағы аталған бағдарламаға қатыса алады. Жұмыс беруші жастар практикасына қатысушыларға кәсіби білім мен жұмыс тәжірибесін беру үшін тәлімгерлік бекітеді. Жастар практикасын қаржыландыру еңбек мобильді орталық арқылы жүзеге асырып, жаңағыдай жекеленген ашылған счеттарына қаражаттар аударылып отырады ай сайын. Аталған бағдарламаға 2025 жылы 1484 адам жаңа жобада атап өткендей жаңағыдай жолданып отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл жаңағыдай алғашқы жұмыс орны жобасы болып табылады. Бұл жерде еңбек ақы көлемі 30 айлық есептік көрсеткішпен аспайды, мерзімі 18 айға дейін, кейін жұмыс беруші кем дегенде 12 айға тұрақты жұмысқа алуға міндеттеледі. Еңбек бұл алғашқы жұмыс орны еңбек нарығындағы жастарды бәсекеге қабілеттілігін арттыру және оларды қажетті еңбек дағдыларын үйрету, алғашқы жұмыс орындарына бейімдеу мақсатында алғашқы рет жұмыс істеп жүрген түлектер, оның ішінде жұмыс тәжірибесі жоқ жастар қатарындағы жұмыс істеп жүрген адамдар үшін жүзеге асырылып келетін бағдарламалардың бірі болып табылады. Аталған бағдарлама аясында бүгінгі таңда 245 адам осы шараға жолданып отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл ұрпақтар келісімшарт жобасы болып табылады. Ұрпақтар келісімшарт жобасы бойынша жұмысқа орналасуға жастар құқыққа ие. Жұмыс беруші еңбек мобильді орталығымен жасасқан келісімшарт негізінде қатысушының кем дегенде 18 айға тұрақты жұмысқа ала алады. Бұл ретте еңбек мобильді орталығы жұмыстың 6 айының еңбек ақысын төлеудің субсидиялайды. Аталған жаңағыдай жобаға биылғы жылы 18 адам жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда 15 адам жолданып отыр, немесе жоспардан 83% құрап отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл қоғамдық жұмыс орындары. Қоғамдық жұмыс орындарына еңбек ақы көлемі 108 мың теңге көлемінде бекітіліп отыр, мерзімі 12 айға дейін. Ақылы қоғамдық жұмыс орындары жұмыссыз жүрген азаматтарды уақытша жұмыспен қамтуға арналған мемлекеттік қолдау шараларының бірі болып табылады. Бағдарлама жұмыссыз ретінде тіркелген еңбекке қабілетті жастағы кез келген азамат бұл бағдарламаға қатыса алады. Бұл тек табысын табу мүмкіндігі ғана емес, сонымен қатар тұрақты жұмысқа орналасудың баспалдақтарының бірі болып жаңағыдай деп айтуға болады. Аталған шараға бүгінгі таңда 2537 адам немесе жоспардан 128,5% құрап отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл жаңағыдай әлеуметтік жұмыс орындары. Бұл жұмыс берушінің еңбек мобильді орталығымен келісімшарт негізінде жұмыссыздарды жұмысқа тарту болып табылады. Субсидияланатын жұмыс орындарының бірі жаңағыдай жұмыс берушінің мәлімдеген еңбек ақысының 35% жаңағыдай субсидияланатын болады. Бұл жерде өзінің бекітілген жаңағыдай талаптары бар. Сол талаптарды өткеннен кейін жаңағыдай
тарапынан, не болмаса жаңағыдай еңбек мәмілелер орталығы тарапынан жаңағыдай жалақының 35% субсидияланады. Аталған бағдарлама аясында жаңағыдай бүгінгі таңда 621 адам жолданып отыр, немесе жоспардың 96,9%-ын құрап отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл жаңағыдай күміс жас жобасы. Бұл 50 жастан асқан жұмыссыздарды экономикалық белсенділігін арттыруға бағытталған жобалардың бірі болып табылады. Мерзімі 36 айға дейін жұмыс беруші көрсеткен еңбекақының жаңағыдай 3 жылдық көлемін жаңағыдай бірінші жылы 70%, екінші жылы 65%, үшінші жылы жаңағыдай 60%-ын субсидиялау арқылы жүзеге асырады. Бұл жерде жаңағыдай осы шараны аяқтағаннан кейін жұмыс беруші аталған жұмыссыз азаматты 12 айға тұрақты жұмысқа алуға міндеттеледі. Биылғы жылы 2025 жылы 388 адам аталған жоба аясында жұмысқа тартылып отыр. Келесі жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл жаңағыдай кәсіптік оқыту. Кәсіптік оқыту бұл жұмыс берушінің сұранысы негізінде қысқа мерзімді оқыту курстарына жолдама беріледі. Кейін жұмыс беруші кем дегенде 6 айға тұрақты жұмысқа алуға міндеттеледі. Кәсіптік оқытудан Қазақстан Республикасының азаматтары мен жұмыссыздар қатарындағы жастар 2 жыл ішінде 1 рет өте алады. Кәсіптік оқыту жаңадан мамандықтар алу және біліктілік арттыру мақсатында кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды қамтитын жаңағыдай бағыттардың бірі. Кәсіптік оқытудың ұзақтылығы кем дегенде жаңағыдай 1 айдан 6 айға дейін 6 айдан аспайды. Кәсіптік оқытудан өткен азаматтар оқу ақысы төлеу бойынша мемлекеттік қолдаумен, стипендиямен, жол жүру ақысымен қамтамасыз етіледі. Аталған бағыттағы шараға бүгінгі таңда 372 адам жаңағыдай жолданып, жаңағыдай тұрақты жұмысқа орналастырылып отыр. Енді жұмыспен қамтудың белсенді шараларының бірі бұл жаңағыдай атап кеткендей, бұл жұмысшы мамандықтар жылын өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес облыс орталығында үлкен көлемінде кеңінен талпын мүмкіндіктер алаңы атты 2 мәрте шарасы ұйымдастырылған болатын. Шара аясында 121-ден астам жұмыс беруші қатысып, 2200-ден астам бос жұмыс орындары ұсынылып, нәтижесінде 340 адам тұрақты жұмысқа орналастырылып отыр. Сонымен қатар аталған шара аясында бір ауыл, бір өнім ауыл аманаты бағдарламасының қатысушыларының жаңа бизнес идеяларын іске асыру үшін мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант алушылардың көрмесі өткізілді. Мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру мақсатында жаңағыдай мастер-класстар мен жаңағыдай кеңес беру курстары ұйымдастырылған болатын. Сонымен қатар 2025 жылдың 20 қазанына дейін әрбір аудандар бойынша жаңағыдай 45-тен астам жаңағыдай еңбек бос жұмыс орындарының жаңағыдай жәрмеңкелері ұйымдастырылған болатын. Аталған жәрмеңкелерде 933 жұмыс беруші қатысып, 7000-нан астам бос жұмыс орындары ұсынылып, нәтижесінде 286 адам жұмыспен қамтылып отыр. Енді тағы бір мәселе осы жаңағыдай алаңды пайдаланып, мына жерде келесі жылға да жаңағыдай болжам жоспарларымыз бар. Сол жерде жаңағыдай жұмыс берушілерге де жаңағыдай мына 275-ші бұйрығымен субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру және субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысқа орналасқан адамдардың жалақысын субсидиялау қағидасына өзгерістер енгізуі жоспарланып отыр министрлік тарапынан. Сол бұйрықтың жобасына сәйкес субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастырушыға өтініш беретін жұмыс берушілерге талаптар бүгінгі таңда күшейтілуде. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне және міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруға өтінім берген күннің алдыңғы соңғы 12 айда әлеуметтік төлемнің тұрақты жүргізілген болу керек. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің сенімсіз салық төлеушілер тізіміне болмаған. Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексіне сәйкес кәсіптік оқытудың ұйымдастыруға қатыспаған, банкрот немесе таратылу процедуралары болмаған, әлеуметтік жұмыс орындары немесе күміс жас жобасы ұйымдастыруға өтінім беретін жұмыс берушілерді қоспағанда, ағымда қаржы жылына бюджеттік қаражатты есебінен жаңа бизнес идеяларды іске асыруға гранттармен немесе микрокредиттер алмаған, жастар практикасын ұйымдастыруға өтінім беретін жұмыс берушілерді қоспағанда мемлекеттік білім беру тапсырысына орналаспаған, жастар практикасы ұйымдастыруға өтінім беретін жұмыс берушілерді қоспағанда тегін медициналық көмектің кепіл беретін көлемі және міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру жүйесі шеңберінде медициналық көмек көрсетпеген. Өткен күнтізбелік жылы субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысын аяқтаған жұмыссыздардың кемінде 10% жұмысқа орналастырған кезде жұмыс берушілердің өтінімдері бойынша ұйымдастырылды. То есть жаңағыдай айтып кеткенде бұл жерде әртүрлі жаңағыдай бағыттар бойынша жұмыс берушілерге талап күшейтілуде.
енді бұл бағытта жұмыс істеген. Аталған бағыттар бойынша 2025 жылға арналған жұмыстар ары қарата жалғасын табатын болады. Жаңағыдай сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Осымен баяндама аяқталды. Енді жекеленген сұрақтар бойынша адамдарды біздер деген әрдайым жаңағыдай есігіміз ашық, әрдайым жаңағыдай қабылдауға, жекелеген өздерінің сұрақтары бойынша әртүрлі деңгейде жаңағыдай шешім қабылдап, жаңағыдай тиісті шешімдермен жүзеге асыруға біздер жаңағыдай. Ендеше рахмет, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингімізді аяқтаймыз. Аман, сау болыңыздар.